Мен бүгін сіздерге Pinduoduo сайтында аударма жасаудың екі әдісін көрсететін боламын. Сайтқа тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Бірінші әдісі ол арнайы переводчикті қолдану. Менде ол Google переводчик. Кіреміз. Астында тілді таңдаймыз. Маған Қытай тілінен орыс тіліне аудару қажет. Енді сайтқа кіреміз. Қай бетті аударма жасау қажет, сол бетті скринде алуымыз қажет. Бұл бізде жеке кабинет. Жазып алдым. Переводчикке кіреміз. Фотосурет арқылы перевод жасаймын. Камераның суретін басамын. Галереядан жаңағы скринделген бетті тауып қоямын. Міне, бізде толықтай жеке кабинет аударма жасалды. Барлығы орыс тіліне аударылды. Енді аударма жасаудың екінші әдісі ол арнайы Tab Translate Screen деген қосымшаны пайдалану. Бұл қосымшаны Play Market'тен жүктеп алуға болады. Кіреміз қосымшаға. Тілді таңдаймыз. Қытай тілінен орыс тіліне аудару қажет. Енді off дегенді басып қосамыз. On деп. Енді сайтқа кіреміз. Ортасында осындай домалақ пайда болады. Соның үстінен басамыз. Сол кезде сайттың бүкіл беті толықтай орыс тіліне аударылды. Бұл әдіс тек қана Play Market бар телефондар үшін ғана арналған. Ал егер де телефон iPhone болатын болса, онда қажет текстің үстінен басып, ешқандай қосымшасыз бірден сайтта аударма жасай беруге болады.